Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Мұсылмандар, бауырлар, қалайсыздар, амансыздар ма? Мал жандарыңыз аман ба? Алла қуат берсін, Алла өмірлеріңізге береке берсін. Алла тағала отбасыларыңызға амандық берсін. Мына бір нәрсені айтқымыз келіп отыр енді. Ренжімейсіздер, мына комментарияны өшіре тұрайыншы, ой бөлінеді. Бізге күніге Инстаграм парақшада, WhatsAppқа, Facebook'та сұрақтар қойылып жатады. Өте көп отбасылары ажырасып жатыр. Елде көп ажырасып жатқандар. Оның үстіне мынау құрғыр заң шыққалы бері талай отбасылар, талай әйелдер, айналайын әйелдер өздерінің күйеулерін 15 суткіге соттатып, осындай қызықтар болып жатыр. Бір қызығы бұлай елестетіп көргін келеді да, өзінің күйеуін 15 тәулікке соттатып жіберген әйелдер, күйеуі 15 тәуліктен дзек болып келген кезде, о жаным, қош келдің деп қалай қарсы алады екен деп ше. Раста, Алланың құдіреті. Содан бұл отбасы деген бір жұмыс істейтін жұмыс орны секілді ме? Айналайын әйелдер-ай, күйеулеріңізді соттатқаннан кейін, сол түрмеге жатып келгеннен кейін арамыз жылып, махаббат орнап, ол түрмеден бір жақсы бір романтикаларды үйреніп келіп, бақытты өмір сүреміз деп ойлайсыз ба? Көп отбасылар амалдың жоғынан өлген күннен өмір сүріп жатыр. Кейбіреулер тіптен ажырасып кетіп жатыр. Осыған байланысты айтқым келеді, мына айналайын қыз балдар. Енді жексұрын болсақ бола берекші. Біреулер айтады, әйелдер жайлы неге айта бересің? Жексұрын болып деп. Қоғамда өте ой балар, орны бар адамдар болғаннан кейін амал жоқ. Бұл кісілер жайлы да мұсылман бауырларымыз болғаннан кейін, жанымыз ашығаннан кейін айтамыз. Мына отбасы деген бұл отан өте қымбат нәрсе. Бұл барынша қолынан келгеніңше сақтап қалатын сенің ең қымбат мекенің, сенің отаның, сол үйің, күйеуің, әйелің, балашағың. Қазір енді бізге енді көбінесе еркектер үндемей ішінен тынады ғой. Сол көбінесе бізге сұрақ қойып жатқандар әйелдер ғой. Солардың ішінде енді жалпылама ағалар, бауырлар, әпкелер, қарындастар, бір жақтама түсініп қалмаңыздар. Қазір әйелдер жайлы айтсақ, қоғамда бүкіл нәрсеге әйелдер кінәлі екен деп ойлап қалмаңыздар. Бірақ бізге сол көбінесе әйелдер сұрақ қояды ғой, еркектер ішінен тынып жүре береді. Кейбіреулер ішіп кетеді, кейбіреулер тахаджудқа тұрады, әркім әртүрлі жолды таңдайды ғой енді. Бірақ дегенмен ішінен тынады. Сонда сол кейбір әйелдер ішінде мынандай сұрақ қояды. Мен күйеуімді қорқыту мақсатында талақ сұрадым дейді. Оны талақ сұрағанда да бұлар жай сұрамайды ғой, бер деп жаңағы мәжбүрлейді ғой. Сөйтіп күйеуім талақ айтып қойды дейді. Енді не істейміз? Қараңыз, қорқытамын деп айналайын әпке, қарындастар, күйеуіңді қорқытпай-ақ қойшы. Ол талақ беріп қойғаннан кейін оны өзің қалап тұрған жоқсың ғой, өзің қаламай тұрған нәрсені мәжбүрлеп қайтесің. Ол талақ алып алғаннан кейін енді соны қайтадан шешіп, адалдап беретін адамдарды іздеп жүр. Қайтсек болады, не істеуге болады, қандай жолдары бар деген секілді ше.
Бұл қорқытып ойнайтын нәрсе емес талақ деген. Отбасыңнан айырылып қаласың, қайтадан қосыла алмайтындай болып. Сол әйелдердің өкініштерін көрсеңіз, негізі мен бұлай қалаған жоқпын. Аға, қиналып кеттім дейді. Қиналып кеттім. Не істесем болады? Мына балашаға әке деп жылайды. Өзім үйде ешқандай сыймайым. Ана ішіме сыйған сыртыма сияды деген дал баса әңгіме екен. Үйде де отырсам опақ, тұрсам сопақ, жек сұрым болдым. Кететін мына өмірден шаршап кеттім дейді. Күйеуіме келесің бе десем, ол келмейді, талақ түсіп қойған деп. Не істесем болады аға? Шаршап кеттік. Бұның шешілетін жолы бар ма дейді. Бұны не үшін айтып отыр ағайындар? Мына қазір жас қыздар талаптары өте көп, өте жоғары. Бұрынғы апалар, аналар қандай болған деймін да. Ешқандай талапсыздық күйеуге шығып, солар бақытты өмір сүріп, бала шағаны көбейтіп, қандай рахат өмір сүрген еді. Қазір махрден басталады. Махрге жаңағы джип сұрайды. Одан ары қарай шарттары өте көп. Енді кейбір отбасылардың ажырасуына себеп болып жатқан, кейбір қыздардың күйеуге шықпай жатып, соншалықты талапшыл болып кетуіне себеп болып жатқан мына коучтар. Айналайын әпке қарындастар, сіздерге айтам, коучтар тыңдамаңыздар. Мына коучтар, бұлар біздің қоғамға, ешбір адамға жақсылық алып келмейді. Бұлар тек өз ажырасып алған ана коучтар, ол кімге ақыл айтады ол? Олар өте бақытсыз адамдар негізі. Бірақ енді ана жерде өтірік әңгімені не үшін айтып отыр? Оларға сол өтірік әңгімесіне сеніп ақша төлейтін ақымақтар керек. Олар сол ақымақтардың ақшасымен байып күн көру үшін әр түрлі ертегілерді ойлап табады. Қараңызшы, сол коучтарды тыңдамаған аналарымыз, апаларымыз, бұрынғы жеңгелеріміз күйеуіне бой ұсынғаннан жақсы болып беді, жаман болып беді. Жақсы ғана өмір сүрген еді ғой. Ал қазір кейбір әйелдер сол коучтарды тыңдап алып, сама оценкамды көтерем деп жүріп, сама оценкасы көтеріліп, бірақ отбасынан айырылып қалып жатқан әпке қарындастар өте көп. Ол коучтар тыңдағандар ешқашан жақсылық. Қараңыз, қойып жатқан шарттарын қараңыздаршы. Мана кейбір коучтар қазіргі мына отбасын қорғаймыз, әйелдерді қорғау керек деп жүрген кейбір коучтар, соларға айтар едім, сіз әйелдерді қорғау керек емес, аналарды қорғау керек деп тақырыпты бастасаңыз дұрыс болар еді деймін. Өйткені қазіргі жас қыздарды дұрыс, әрбір еркек өз әйелін қорғау керек. Бірақ қоғамда енді Бейшенбаев сияқты әйелін өлтіріп қойып жатқандар да бар шығар. Жан-жақты бар ғой. Бірақ дегенмен қазір қоғамда әйелдер 100% зорлық зомбылық көріп жатыр деп айту да қиын. Небір еркектер де зорлық зомбылық көріп жатыр. Оны бірақ енді ешкімге айтпайды ғой. Өйткені еркек сол әйелді аманат қылып өзіне алған адам. Енді қараңыз, қазіргі жас қыздарды не деп қорғайсың? Қорғайын десең, мына нәрсені істеп беру керек. Олардың қалап тұрған нәрселері мынау. Енемен бірге тұрмаймыз. Міне, коучтарды тыңдап алған қазіргі жас ақымақ қыздар күйеуге шықпай тұрып қойып жатқан талаптары: енеммен тұрмаймын. Өйткені коучтар айтып жатыр, сен енеңе қызмет қыласың. Сенің күйеуің азаннан кешке шейін көшеде жүреді. Ал сен үйде енеңе қызмет қылып жүруің керек. Сен сонда лоқсың ба дейді. Бізге талайын жібереді ғой, тыңдап тексеріп шығамыз ғой, не деп жатыр екен деп ше. Енеңе қызмет қыл десе, сен жоқ болып кет дейді. Енеге қызмет қылмаймыз. Ауылда тұрмаймыз. Ауылға күйеуге шықпаймын дейді. Айналайындар ау, ауылдың адамдары жаман деп кім айтты сіздерге? Одан кейін не? Жұмысы, мен де жұмыс істеймін, шартым, мен де жұмыс істеймін, үйде отырмаймын. Мен саған ақымақ екенмін да дейді. Қараңыз, сөзбе-сөз осылардың ескенімді айтайын. Мен саған ақымақ екенмін да, сонда үйде бала тауып отырам мен саған.
сен көшеде жүресің. Солай болуы керек қой. Әйел адам бала табу керек. Оны сен күйеуіңе бір жақтан бір запчасть әкеп беріп жатқан жоқсың ғой. Ол бала-шаға сеніңкі де ғой. Сен жақсылығын көресің ғой, ертең айналайын. Жоқ, олар ертең баладан мен жақсылық көрем деген түсінікті миынан шығарып тастағанда, біз күйеуімізге бала тауып береді екенбіз. Ол көшеде жүреді екен. Біз үйде енеге қызмет қылып отырады екенбіз деп ше. Қараңыз, ауылға күйеуге шықпаймыз дейді. Былайша айтқанда бұлар енді қара жұмыс істемейді ғой, енді үйде ауылға барып қара жұмыс істемейді. Біздің де правамыз бар. Біз де қыдырамыз десек, Дубайға, басқа жаққа қыдырамыз. Былайша айтқан кезде мына Европа келе жатыр. Үйленгендер әйелі білгенін істейді, күйеуі білгенін істейді. Осындай өмірді қалап жатыр қазіргі жас қыздар. Не дейді одан кейін? Ақшасы жоқ еркекке күйеуге шықпа дейді. Сіз күйеуге шығып жатқан жоқсыз, сіз ақшаға шығып жатсыз ғой. Жарайды. Ақшаға шықтың күйеуге. Бай еркекке күйеуге шықтың. Ертең ол банкрот болса не істейсің? Сен оны тастап кетесің. Өйткені сен ол еркекте емес, оның ақшасын көздеп шыққан болатынсың. Ал не бір кедеймін деген еркектер ертең жағдайы жақсарып кетіп жатыр ғой. Құдайдан қорқатынға, адамын, Алласын танитынға шық деп айтатын адамдар қазір жоқ. Ана орамалдағы бір қыз шығып айтып жатыр ғой. 15 жыл күйеумен тұрдым, жұмыс істемеді, мені бақпады деген секілді ше. Дұрыс, бір жағынан еркек адам әйелді бағу керек. Бірақ әйел адамдар, қазіргі жас қыздар, қанағат деген нәрсені оятыңыздаршы. Сіздерде қанағат кетіп бара жатыр. Байға күйеуге шығу керек. Ана коучтардың сөзін ішіп алғандар, бай өмір сүру керек. Ол коучтардың сенің бақытты өмір сүріп жатқан жоқ олар. Олар түнде жалғыз жастықты құшақтап жататын, олардың күйіктерінің бәрін іште, саған жәні ашып тұрған жоқ, сені алдап ақшаңды алып курсын сатса болды оларға. Міне, қазіргі жастарға айтарымыз, бауырлар, қалай отбасы боламыз, қалай дұрысталамыз. Қыздардың қазір мынау интернеттегі мейлі орамалмен болсын, орамалсыз болсын, интернетте шығып түрлерін бояп алып көрсетіп, жүрген қыздардың өміріне қызықпай-ақ қойыңыздар. Олардың бәрі әшейін бақытты болып көрінгісі келіп жүрген бақытсыздар ғой. Бүйтеді, мені аялап алақанында ұстайтын еркек керек маған дейді. Қараңыз, бұлар еркекті бақытты қылу үшін күйеуге шыққысы келіп тұрған жоқ. Еркек бұны бақытты қылу керек, болды. Осы бірақ функция істейді бұларда. Ал еркектерге керісінше, оларға өзіне қызмет ететін әйел керек. Әйелге оны аялап алақанында ұстайтын еркек керек. Екеуің де таппайсың. Бірін таппайсың, ондай адам жоқ. Ал еркек адамға қазір қыздар, міне бізге өте көп еркектер сұрақ қояды ғой, мынау үйленер кезіндегі. Мен бір қызбен сөйлестім, сұрақ мынандай: сен анаңмен бірге тұрасың ба, жоқ бөлек шығамыз ба дейді. Анаммен бірге тұрам десе, онда кешір, прощай, мен сенімен тұра алмайды екем дейді. Сонда сіздер еркектерді анасынан айырмақшысыздар ма? Анасынан айырып, еркекті туған туысқандарынан бөліп, сен тек менің кісін деп айдалаға алып кетпекшісіздер ме? Қайда барсаң онда бар. Еркек үшін міне сол коучтардың біреу айтып жатыр. Қазіргі еркектер анасының сөзін сөйлейді, әйелінің сөзін сөйлемейді. Жоқ, еркек адам екеуінің де көңілін табу керек. Бірақ біліп алыңыздар, ана деген жоғары тұрады. Ана сенің әйеліңмен салыстыруға тура келмейді ол. Міне қазір әйелдерді қорғау керек. Дұрыс, әйелдерді қорғау керек, бірақ қайсы әйелдерді? Үлкен әйелдерді қорғау керек. Мына күйеуге шығайын деп тұрған қыздар, оларды сен қорғамай-ақ қой, олар өздері қорғап алған. Олардың талаптары тым жоғары. Олардың айтқанын істейтін болсаң, олар еркекті өзінің үйіне алып кеткісі келіп тұр. Еркектің үйіне барғысы келіп тұрған қыз жоқ қазір. Талаптары өте ауыр. Міне жақында
бір қыз сұрақ қойып жатыр, мен не істесем болады дейді. Күйеуге шықтым дейді. Күйеуге шыққан кезіндегі өзінің қателігін айтып жатыр. Мен еркек алған жоқпын дейді. Еркекке күйеуге шыққан жоқпын дейді. Мен ақшаға күйеуге шықтым, және мен бір жиынға күйеуіммен баруым керек еді. Соған дейін үйленуім керек болды да. Сөйтіп, қарасаңшы, как будто анау тойға костюм шалбарды прокатқа алған адам секілді бір еркекпен танысып сөйлестім да, маған не дейді, жедел түрде күйеуге шығу керек болды дейді. Екеумізде бір-бірімізге сезім болған жоқ. Бірақ менің мақсатым жақсы көріп күйеуге шығу, ол мені жақсы көрсе деген нәрсе емес. Менің мақсатым әйтеуір бір еркекті өзіме күйеу қылып алу керек еді дейді. Солай үйлендік. 2 бала шаға болды, бірақ күйеуім әлі күнге шейін менің қасымда жатпайды дейді да. Екеумізде бір-бірімізге жара салатындай ортақ тақырып жоқ дейді. Мен айтам, сен басында өзің осы өмір таңдағанен ғой. Сен жаныңда сені түсінетін еркек емес, саған әйтеуір бір ақшасы бар біреу болса болды. Өз таңдағаның сол еді ғой деймін да. Ажырасуды үгіттеп жатқан ақымақ коучтар өздері бақытты бола алмағаннан кейін сол басқалардың бақытты болғанын көре алмайды да. Не бір мықты отбасыларды ажырастырып жіберіп жатыр. Сондай даудың бірінде болдым жақында. Ажырасудың себебі әйелі бір біздегі аты әйгілі коучтың сабағын жаттап алған өте үздік шәкірт екенді. Содан жаңаға еркекке талаптарды қойған ғой. Қараңыз, талаптар. Қазіргі әйелдердің талаптары сол. Мен сенің разылығыңды алайын, бірақ мен сенің анаңның, әкеңнің разылығын алу, оларға қызмет қылып азаннан кешке шейін отыру менің міндетім емес. Мін шарттардың бірі осы екен. Енді осы қыздарға айтар едім, жаңа тақуа қыздарға. Шариғатта еркектің ата-анасының разылығын алу міндет емес деп кім айтты сіздерге? Шариғатта былай келеді. Егер де сұрақ қойылса, біз күйеуіміздің ата-анасына қызмет қылуымыз керек па, қылмауымыз керек па? Ол бізге міндет па, міндет емес па десе, ғұрыптарыңызда қандай дейді? Сіздерде әдет ғұрыпта қандай еді дейді? Әдет ғұрыпта қалай еді? Сіздерге солай жасау міндет болады дейді. Біздің елімізде, қазақтарда қыз баласы енесінің алдында орамалын шешпей, сәлем салып, қызметін қылып жүрген. Бұл біздің қазақтың ғұрпында бар нәрсе ғой. Демек, айналайын қыздар, күйеуіңнің разылығы сенің міндетің, ал күйеуіңнің міндеті анасының разылығы. Сол үшін сен оны анасынан бөліп кете алмайсың. Айналайын әпке қарындастар, кішкене ақылымызды жинайық. Дүние үшін күйеуге шықпай қойыңыздар. Иманы бар, ұяты бар, ақылы бар еркек болатын болса, ол саған қиянат қылуға Құдайдан қорқатын болады. Сол Құдайдан қорқатынына шығыңыздар. Және үйленіп отбасы болып жатқан әпке қарындастарға айтар едім, ажырасу ол жеркенішті нәрсе. Отбасы бұл сенің отаның. Баланы жетім қылып, өзің жесір болғаннан ешқандай бақыт таппайсың. Коучтар тыңдай бермей, одан да осы Алланың сол тағдырымен ажырасқан әйелдермен сөйлесіңіздерші. Бақытты өмір сүріп жатсың ба деп айтып береді сіздерге. Жесір болғанның қандай қиын екенін айтып береді. Солармен сөйлесіңіздер. Және өмір көрген апалардың, аналардың ақылдарын тыңдаңыздар. Олар еркектің алдын кеспей, еркектің киімін баспай, солай өмір сүрген, бірақ содан жаман болған жоқ. Қазір соның рахатын көріп отырған небір мықты аналарымыз бар. Солардың ақылын тыңдаңыздар. Қазақта бұрын айтатын еді. Қарасаңызшы, бұл ажырасуды қандай мысалмен салыстырған? Қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман дейді. Бұл қайтып келген қыз
қайтып шапқан жау секілді. Бұл нәрсе өте жаман нәрсе, жиіркенішті нәрсе. Сол үшін қазіргі жас қыздарға осы, енді ақыл айта алмаймыз, бұлар бәрі дамып кетті ғой қазір. Біздіңкі енді сіздерге ұсыныс. Егер сіз мынандай жігітті қалаған болсаңыз, ата-анасынан сізді жоғары қойып, сізді алақанында ұстайтын еркекті іздеген болсаңыз, онда сіз біліңіз, сіз намысы жоқ, өлік біреуді іздеп жүрсіз. Өйткені намысы бар еркек еш уақытта бір әйелге ата-анасын, бауырларын ауыстырмайды. Ол намысы жоқ еркектердің тірлігі. Ата-анасын тастап кететін, бұл намысы жоқ адамдардың тірлігі. Анаң сен үшін өлімге бас тіккен. Сені түн ұйқысын 4 бөліп, осы балам өссе екен деп сен үшін жәнін беруге дайын болған анаңды бір әйелдің разылығы үшін тастап кету, бұл еркектер үшін өліммен тең ол. Аналарыңыз тастамаңыздар. Еркектерге де айтар, еркектер, үйлендің ба, басыңды істет. Әйел саған аманат, әйеліңе дұрыс қара. Бірақ анаңмен салыстырма оны. Анаңа қызмет қыл. Анаңның разылығын алу саған міндет етілген. Әйеліңнің разылығын алу емес. Әйеліңді ішкіз, киіндір, баспанамен қамтамасыз ет. Бұл сенің міндетің болады. Әйеліңнің табысына күн көрме. Еркектер, әйелдің табысына күн көруді әдетке айналдырма. Ол сен үшін адал болмайды ол. Әйелді сен бағуың керек. Ал жас қыздарға айтар едік. Дұға менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер дейді. Одан да сол енелеріңізге, аналарыңызға қызмет қылып, солардың дұғасын алып қалмайсыздар ма? Бір кішкене ғана заманда адамның қарғысын алғанша, бұрын қазақ айтатын еді ғой, қарғыс салма, алғыс ал дейді. Және не дейді? Алтын алма, алғыс ал деген сөздер бар. Айналайын жастар, қатты ақылды болмай, сол интернетті түсінбесе де, баяғыда өмірде алған тәжірибесі көп аналарды тыңдасаңыздар. Мына коучтарды тыңдамаңыздар. Бұлар біздің елдің жаулары бұлар. Бұларға білмеймін енді. Елде жесірлердің көбейгені бұларға пайдалы, өйткені бұларға ақша төлейтін ақымақтар керек қой бұларға. Солардың ана салп-салп етіп, аузы салпиып алып, өтірік айтып отырғандарын соны ұйып, тыңдап, соған сеніп отыратын ақымақтар бұларға өте көп қажет. Сол ақымақтардың ақшасымен күн көреді бұлар. Сол үшін енді коучтар келіп әйелдерге айтып жатса, күйеуіңді бағала. Ол да сені бағаласын. Күйеуіңді бағала. 30 ұлыңнан осырақ шалың артық деген апаларымыздың сөздері бар. Ертең өкінесің. Балаңды жалғыз бағып шаршайсың. Күйеуіңді сила деп отқан коучтар, ондай коучтен қызыл кітапқа енеді ғой ол. Бізде жоқ шығар ондай коуч. Бірақ осындай коучтар болып қалса, онда соған жармасып ал. Ал енді ақшасы бар ма, тиіп ал. Ақшасы жоқ па, ондай еркек керек емес. Күйеуге шықпа деп, тек қана ақша үшін отбасын құр деп отқан коучтарға жай демал дей сал. Олар демалсын, олар сөйді. Рас айтайын енді. Отбасы деген өте қымбат нәрсе. Күйеуге шыққаннан кейін мүмкін 1 жыл, 2 жыл қиналарсың. Жоқшылықты да көрерсің. Бастысы жоқшылық емес қой. Негізгі ең ауыр нәрсе жоқшылық емес. Өйткені қазақ баяғыда айтқан еді, бірінші байлық денсаулық деп. Байлықты айтқым келетіні, дүниемен ғана өлшеп қалма. Тыныштық бұл байлық. Қанағат бұл байлық. Денсаулық бұл байлық. Отбасың, бала шағаң бұл байлық. Әйелің бұл сенің байлығың. Күйеуің бұл сенің байлығың.
Ал кейбір коучтарда ол байлықтар жоқ. Сол үшін басқаларда мен сияқты болсын дейді. Сол отбасын қарайық. Мына енелер дегенді қазір шынымен айтайын. Қазіргі жастарда мынау кейбір ұстаздардың өзі үйретіп жатыр екен ғой. Сен ата енеңе қызмет қылу сенің міндетің емес деп ше. Далбасаламаңыздар олай. Міндеті. Келіннің міндеті енеге қызмет қылу. Ата енеге қызмет қылу келіннің ол міндеті. Солардың дұғасын алып қалуың керек. Ертең сағанда келінің қызмет етсін деп. Жесір болғанда не істейсің? Қашанғы жүресің жалғыз болып. Ертең қартайғанда не істейсің? Алла қуат берсін. Осы бір кішкене ғана уақыттарыңызды алып, осы қазір мына қоғамда ажырасу деген өте көбейіп кетті. Бізге көп адамдар сұрақ қояды. Одан кейін айтқым келіп жатқаны. Бұл әйелдерге тиіскіміз келмейді. Неміз бар тиіс? Бәрі әпке қарындастарымыз. Бірақ күйеуге бір барып, бір келіп, бір барып, бір келіп, әр есікті бір қақпай, бір күйеуге тигеннен кейін тастай батып, судай сіңіп, сол жерде келін болып қалса екен деп ойлаймыз. Жесір көбейгеннен кейін, қоғамда жетім көбейгеннен кейін, қылмыс көбейе береді, зина көбейеді. Бір әйел, енді бұл жерде айналайын әпке қарындастар, әйелдерді кінәлап, еркектерді көтеріп жатыр екен деп ойлап қалмаңыз. Қазіргі еркектерде мықты жігіттер бар, жоқ емес. Бірақ сол бір әйелді ұстай алмай отқанда не бір еркектер бар. Мынандай да жағдай болған. Бір әйел күйеуінің өзге әйелмен сөйлесіп жүргенін біліп қойып, коучтарды тыңдаған ғой. Сөйткенде коучтар нафиг тебе нужен такой муж деген ғой. Сөйткенде ажырасып кеткен. Жесірліктен шаршаған жаңағы әйел бір күні бір еркекпен танысып алған. Сөйтсе ол біреудің күйеуі екенді. Қарасаңызшы, өзі сол іс үшін күйеуімен ажырасып кеткен еді ғой. Кейін бірақ ойнас қылып біреудің күйеуін тауып алғанда. Бүгін біреуге күлеміз, ертең соның ісін қайталап жатамыз. Имам Шафиғи деген кісі айтады, кім біреудің айыбын ашса, біреудің қателігін айтса, жария қылып, сол қателікті өзі жасамайынша Алла тағала оның жанын алмайды деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан дейді. Қараңызшы. Және Хасан аль-Басри деген кісі айтады, кім бір жақсылық жасаса, немесе бір жамандық жасаса, соны көрмей өтемін десе, онда ол адамды ақымақ, есуас адамдардың қатарына қоса салыңыздар дейді. Олар ақымақ дейді. Көреді деген. Жақсылық жасасаң да, жамандық жасасаң да қайтады дейді. Екеуі де қайтады. Немесе 7 ұрпағының бірінен қайтарады дейді. Қараңыздар, 7 ұрпағының бірінен қайтарады дейді. Әдет, ауру, жақсылық, жамандық, бұлар тұқым қуалайды екен. Тұқым қуалайды екен. Сол үшін ағайындар, бала шағаларымызға не қалдырып бара жатырмыз? Қарайық. Біреудің бұрын қазақта керемет сөз, осы бір сөздің өзі қандай керемет еді ғой? Біреудің ала жібін аттама. Қандай керемет сөз? Біреудің ала жібін аттама. Осы сөздің өзі не? Біреудің ісіне араласпа. Көп қой мағынасы. Алла қуат берсін. Алла өмірлеріңізге береке берсін. Қарындастарымызға Алла тағала екі дүниеде де дәрежесін көтеретін қайырлы күйеу нәсіп етсін. Бауырларымызға, інілерімізге екі дүниеде де дәрежесін көтеретін қайырлы, салиқалы жар нәсіп етсін. Үйленгендерге Алла тағалам
қияметте бастарына тәж кигізетін салихалы ұрпақтар нәсіп етсін. Алла отбасыларыңызға амандық берсін. Барымызбен бақытты болып өмір сүрейік. Жоқты армандамай, ана әркімнің интернеттегі өтірігіне сеніп алданбай, да мынаған не дейсіз деп жаңа жіберген ғой енді бір видеоны. Сонда бір қыз жаңағы көп видеолар шығарады екен. Сонда айтады, мені бақытты қылатын жігітке күйеуге шығам, табамын дейді да. Мен айтамын, сен күйеуге шыға алмайсың. Дәл сені ешкім алмайды. Өйткені сен бақытты қылатын жігітті іздеп жүрсің. Ал жігіттер ол бақытты қылатын қыз іздеп жүр ол. Олар бақытты қылатын қыз іздеп жүр олар. Мен біреуді бақытты қылайшы, кімді бақытты қылайын деп олар ешкімді іздеп жүрген жоқ. Олар өзін бақытты қылатын қыз іздеп жүр. Ал қыздар өзін бақытты қылатын жігітті іздеп жүр. Бірақ мен кімді бақытты қылсам деген ой ешкімде жоқ қой. Құдайдың құдіреті. Сол үшін тақуалық ұстаныңыздар. Құдай саған тақуаны нәсіп етеді. Өйткені әркімге өзіне лайық еркекті береді Құдай тағала. Тахаджудқа тұрыңыздар. Міне, күйеуге шыққың келді ма, қарындасым, интернетке шығып жыбыр-жыбыр етіп әр жеріңді көрсете бермей, тахаджудқа тұр. Сөйтіп, Құдайдан сұра. Ей Құдай, маған екі дүниемде де пайдасы тиетін, мені жәннатқа жетелейтін, маған қорған болатын жар нәсіп етші деп тахаджудқа тұрып Құдайдан сұра, оны тиктоктан емес. Тикток саған бермейді оны. Өзің сияқты бір блогер табасың ертең. Алла қуат берсін. Алла отбасыларыңызға амандық берсін. Ата-аналарымыз аман болсын. Ата-аналарымыз өсіріп отқан балдарын үйлендіріп, келінмен кетіп ол баласынан айырылып қалмай, сол бала шағаларының қызықшылығын көрсін, рахатын көрсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.